Адамның рухани байлығы. Бұл пікірдің байлығы сезім мен сенімнің күші. Бұл толық мағынасында алдыңғы қатарлы кеңес адамының коммунистік қоғам құрылысшыларының игілігіне айналуда. Мұның ғылым мен техниканың, коммунистік сенімнің және ой сезімінің жоғары мәдениеттілігінің кең көлемді мүмкіншіліктерін қамтитын өрісі кең. Прогрессивті ойшылдар білімді және рухани өсіп жетілген адамды дәріптеп көрсеткен. Чернышевский ондай адам деп мынандай адамды санаған, көп білім алған және мұнымен қатар ненің жақсы, ненің жаман, ненің әділетті, ненің әділетсіз екенін ойлай білуге, немесе бір сөзбен айтқанда ойлай білуге дағдыланған және ақырында кімнің түсінігі мен ой санасы қайырымдылық пен сәулетті іске бағытталған болса, яғни барлық игіліктер мен тамашаларды аса сие білуге дағдыланған болса, барлық осы үш қасиет кең көлемді білім ойлай білу және қайырымдылық сезім адамның шын мағынасында білімді болу үшін қажет. Коммунистік қоғамның адамы бүгін қалыптасып отыр. Ғылым мен техникаға оның алдынан кең жол ашылған. Табиғат байлау да өсіп дамуда және электрлендіру өндірісте кешенде механикаландыру мен ұлт шаруашылығының басты тарауларын автоматтандыру, химияландыру, атом энергиясын өндіріске қолдану техникалық прогрестің негізгі тарауларына кең көлемде өндіріле бастады. Әлеуметтік ғылымдар қоғам дамуын басқарудың ғылыми негізі болып отыр, бірақ білім тек іс-әрекеттің белгілі бір түріне жеткізіп қоймайды. Ол дүниенің жалпы көрінісін, табиғат пен қоғамның жалпы өсу заңын түсіндіреді және сонымен қатар адамдардың құбылыстарды рілми негізде түсіну дағдылары дүниеге коммунистік көзқарасты қалыптастырады. Лениннің айтуынша адам баласы ойлап тапқан ғылымның барлық байлығын игеріп, өзіңнің біліміңді байытқанда ғана коммунист бола аласың. Бұл жерде Ленин коммунизм құрылысына белсенді және саналы қатынас практикасымен байланысты. Уыз ғылым туралы айтады, өнерде адамды рухани байытып, жоғары идеялық етеді. Бұл Лениннің айтуынша көпшіліктің еркін ішкі сезімін, пікір ойынын біріктіреді. Әдебиет пен өнер туындылары ішкі сезімді тәрбиелейді, өмірді терең билеп түсінуге көмекте жасайды, шығармашылық белсенділікті арттырады. Жаңа адам көркем шығармашылықта дарынды және өмірін сұлулық заңы бойынша құруға қабілетті адам. Кеңес мектебі өскелең ұрпақтың рухани байи түсуінде басты рол атқарады. Ол өзінің тәрбиеленушілеріне терең таптіштеп білім политехникалық даярлық береді, қазіргі заманғы өнім дерісінің негіздерімен таныстырады, ғылыми білімді практикада қол-қолға білуге үйретеді. Совет мектебі табиғат және қоғам туралы оқушыларға ғылыми оқулықтар беру арқылы үлкен идеялық білім беру жұмысын жүргізеді, олардың дүниеге деген көзқарасын қалыптастырады. Мектеппен бірге мектептен тыс мекемелер, дәрісханалар, пионерлер үйі мен балалар мен жасөспірімдер кітапханалары, жас натуралистер станциялары мен техниктер станциялары да өскелең ұрпақтың рухани байлығын жасауға өздерінің орасан зор үлестерін қосуда. Бейет өнері, кино және радио балаларымыз бен жастардың жан-жақты өсіп жетілуіне, сондай-ақ эстетикалық тәрбиеде мектепке көмектеседі. Миллиондаған жас жеткіншектер мен қыздар өнердің әр алуан түрлеріне қатысады, баланың рухани өсуінің негізі отбасында қаланады. Өте кішкентай кездің өзінде балаларда ақ табиғат туралы, адамдардың бір-бірімен өзара қарым-қатынасы жайлы, өзін қоршаған дүние жайлы түсінік қалыптаса бастайды. Бұл түсініктердің қаншалықты кеңдігі, олардың қаншалықты тез дамитындығы ата-аналарға, олардың іс-әрекетіне және балалармен қалай қарым-қатынас жасауына байланысты болады. Баланың рухани бейнесі ата-ананың рухани бейнесінің әсерімен қалыптасатыны белгілі. Кеңес әулеті зор рухани мүдделермен өмір сүреді. Елімізде және бүкіл әлемде не болып жатқаны туралы ересектердің білуге деген құштарлығы кеңес адамдарын саясатта, халық шаруашылығында, ғылымда, техникада, өнерде, спортта не алаңдататыны, міне осы талап атаулының бәрі балаларға да сөзсіз беріледі де, бұл балалардың білуге құштарлығы мен талпынысының қайнар көзіне айналады. Балалардың қалай оқитынын, не оқитынын, олардың білуге қаншалықты құштарлығын бақылау, өсіп келе жатқан адамның ақыл-ойы мен ішкі жан дүниесін байытуға бағытталған кез келген бастаманы қолдау және қамқорлық жасау ата-ананың күнделікті жұмысы.